Біздің өміріміз әдеттерден тұрады. Әдеттерің жаман болса, онда сенің өміріңде жаман өтіп жатыр деген сөз. Қалай жаман әдеттерден арыламыз, қалай жақсы әдеттерді қалыптастырамыз? Осыған қатысты кітаптар туралы сөйлесетін боламыз. Атом әдеттер. Джеймс Клирдің бестселлер кітабының түйіні: адам бір күнде өзгеріп кете алмайды екен, өзін қинап жасаған әдеттер де ұзаққа бармайды екен. Егер өміріңді өзгерткің келсе, майда-майда кішкентай әдеттерден бастауымыз керек екен. Мысалы, үй ылғи таза болу үшін бірден оны жинап тастау тиімсіз. Одан шаршайсың, одан кейін үй жинауға деген желаниең кетіп қалады. Ал ұсақ әдеттер қалыптастырсақ, мысалы, босаған баклажканы бірден қоқысқа тастау, киімді бірден ілу немесе бүктеп қою, аяқ киімді қоймас бұрын оны тазалап қою, оқыған кітап оқып болсаң, бірден полкаға өз орнына қойып қою деген секілді майда ұсақ әдеттер. Сонда үйің өзімен өзі тазара бастайды. Автордың ойынша мотивацияға мүлдем сенуге болмайды. Ол бірде бар, бірде жоқ, сондай түсініксіз нәрсе. Оның орнына ұсақ әдеттерді қалыптастыру керек. Әдетті сен не үшін қалыптастырайын деп жатырсың? Осы сұрақтың жауабын іздеу керек. Яғни ол сенің өміріңнің бір салтына айналуы тиіс. Біреудің таңдап берген әдеті, болмаса біреуден еліктеуден туған әдет ұзаққа бармайды. Осыны миымызға енгізіп алуымыз керек. Сосын әдетті нақтылап алғанымыз дұрыс. Мысалы, жатарда жүгіруді бастаймын дегенге қарағанда, кешкі ас ішіп болғаннан кейін бір кварталды жүгіруді бастаймын деген нақтырақ және оның орындалу вероятності көбірек болады. Әдет күші. Мирас Кесебаевтың кітабы нарықта әдет туралы жазылған кітаптардың жалпы бір түйіні десек те болады. Мысалы, жаңа айтылған атомные привычки, нано-привычки, маленькие привычки, большие выгоды, кайдзен привычки деген секілді. Оған қоса қазақ халқының өмір сүру стилі, менталитеті мен мәдениетін ескере отырып, жаңа бір формула ұсынады. Ол формула 12 қадамнан тұрады. Кітапта өмірден алынған оқиғалар берілген. Мысалы, темекі шегетін сондай бір жаман әдеті бар жас жігіт өзінің болашақта әке болған кезін елестетеді. Ол сасық темекіні шеккен аузыммен өзімнің періштедей қызымның бетінен қалай сүйемін, мен оның көзіне жақсы әке болып көрінуім керек деген ойды енгізгеннен кейін ғана ол сол жаман әдеттен бас тартады. Дәл осылай жаман әдеттерден арылудың 13 қадамнан тұратын жолын ұсынады. Мысалы, ылғи кеш ұйықтайтын адам дәл осы жаман әдетін жалғастыра беретін болса, 5-10 жылдан кейін не болатынын елестетеді. Сөйтіп ол өзінің организміне зиянды нәтижесін көргеннен кейін ғана ол сол әдеттен арыла бастайды. Әдет күші кітабында 27 түрлі жақсы әдеттің қалыптастыру инструкциясы жазылған. Сонымен қатар 24 түрлі жаман әдеттерден арылудың инструкциясы жазылған. Сен. Азамат Скаковтың кітабында әдет қалыптастырудың әдістері жазылған. Ол жақта еще ұйқы туралы целый бір бөлім бар. Ол жақта ұйқының фазалары, сапалы ұйқыны арттыру үшін не істеу керектігі туралы жазылған. Тұлғалық даму бөлімінде жоспарлау, дамитын орта қалыптастыру деген сияқты дүниелер жазылған. Сонымен қатар коучтың күнделігі деген бөлімінде өзінің 21 техникасымен бөліскен. Мысалы, смарт әдісі, соңғы күн техникасы, әкеге хат, парыз әдісі деген сияқты дүниелердің барлығы осы жерде жазылған. Дамығыңыз келсе, өскіңіз келсе, жақсы әдеттер қалыптастырғыңыз келсе, осы кітаптарды оқыңыздар.